Армысыздар достар, бүгін сіздермен ақшаны инвестициялау, яғни ақшадан ақша жасау өнері туралы әңгіме етпекпін. Байлыққа жетудің негізгі басты кілті бұл бизнеспен айналысу немесе жалақысы көп жұмысқа орналасу емес. Байлыққа жетудің ең басты кілті инвестиция, яғни айтқанда ақшадан ақша жасау өнерін меңгеру. Сол арқылы, мысалы, кез келген адам тіпті шағын кішкентай ғана жалақының өзімен мол байлыққа жетіп миллионер болып кетуіне болады дейді. Бұны айтқан Роберт Кийосаки сияқты, Уоррен Баффет сияқты сондай инвестицияның сүйегін шағып майын ішкен сондай атақты осы саланың білікті мамандары. Олар қарапайым адам болып өмірлерін бастаса, кейін миллионер, миллиардер деңгейіне жетті. Өз күшімен, өз ақылымен сондай деңгейге жеткен адамдар. Сондықтан да олар осы саланың білікті мамандары деп саналады. Олар осы салада көптеген кітаптар жазды, видео, аудио, сабақтар өткізді. Сөйтіп, ақшадан ақша жасаудың өнері туралы жалпы сондай бір ғылымды қалыптастырды. Мен сол бойынша, сол жаңағы атақты осы саланың білікті мамандарының көзқарастарына, солардың ұстанымдарына негізделген жаңағы видео, қазақ тіліндегі видео сабақты жүргізіп отырмын, бастап отырмын. Алдағы уақытта да осы сериямен видеолар түсірсем деген ойым бар. Жалпы ақшадан ақша жасау өнері бұл барша адамдарға қатысты. Барлық адамдар оған тартылады, ерікті болсын, еріксіз болсын. Сондықтан да адамдарды өзінің ақшамен қарым-қатынасына байланысты 4 түрлі топқа бөлген. Бірінші топтағы адамдарды, бұларды инвестор зомбилар деп аталады. Инвестор зомбилар деп аталады. Бұлай деп атау себебі, бұл топтағы адамдар табысы мен шығынын ешқашанда есептемейді. Бізде өзіңіз айналаңызға қарап жүрсеңіз, осы топтағы адамдарды өте көп көресіз. Өйткені біздегі әсіресе қазақтардың көпшілігі өзінің қанша ақша тауып жатқанын, ол ақшасы қайда кетіп жатқанын ешқашанда есептемейді, жоспарламайды. Жаңағы ақша жетпей жатса біреуден қарыз алады, келесі айлықта қайтарып беремін деп, соныменен ақшасының есебін бермегендіктен ақшасы ешқандай да табыс әкелмей, жаңағы саусақтың арасынан аққан су сияқты кетіп жатады. Оның қайда кетіп жатқанын ондай адамдардың өздері де білмейді. Сондықтан да ондай топтағы адамдар ешқашанда байлыққа қол жеткізе алмайды. Өле-өлгенше жаңағы жоқшылықта, тапшылықта өмір өтетін болады. Екінші топтағы адамдар инвестор маниактар деп аталады. Бұл топтағы адамдар алғашқы топтағы адамдардан да жаман. Маниак деген атының өзінен көрініп тұрғандай, яғни айтқанда бұл топтағы адамдардың шығыны табысынан көп. Яғни айтқанда бұл топтағы адамдар 100 мың теңге ақша табатын болса, шығыны 150-200 мың теңге болады. Яғни айтқанда бұл топтағы адамдар өзінің шама шарқына қарамай, жаңағы көп шығын әкелетін заттарды сатып алады, немесе араққа салынады, немесе біреулерден қарыз алады, әлі келмейтін сондай шаруаларды жасап, сол арқылы мысалы өзінің тапқан табысы 100% сол шығындарын жабуға кетеді, және жетпей қалып жатады. Шығындарын жабуға ақшасы, табысы жетпей қиналып жүреді, және бұндай адамдар ешқашанда байлыққа қол жеткізе алмайды. Өле-өлгенше кедейшіліктің қамытын киіп өтеді бұндай адамдардың тобы да. Үшінші топтағы адамдарды тасбақа инвесторлар деп атайды. Тасбақа инвесторлар дегеніміз бұл табысы шығынынан көп бұл адамдардың. Яғни айтқанда бұлар көбірек табады, шығыны аздау, сол тапқан табысының бір бөлігін олар сақтап отырады. Әрине сақтағанда үйінде жалпақ тілмен айтқанда шұлыққа салып сақтайды, немесе ары кеткенде банкке, депозитке салып сақтайды. Сондықтан да бұл адамдардың ақшасы
инвестициясы көп, анау айтқандай көп өсім әкелмейді. Сондықтан бұл адамдар үлкен байлыққа қол жеткізе алмайды. Дегенмен алғашқы екі топтағы қарағанда бұл адамдардың жағдайы біршама жақсы болады. Олар ешкімнен қарыз алмайды, көп қиындық көрмейді. Яғни айтқанда тапқан табысы өздерінің шығындарын жауып отырады. Дегенмен бұндай адамдар да ешқашанда байлыққа, үлкен байлыққа қол жеткізе алмайды. Төртінші топтағы адамдарды ақылды инвесторлар деп атайды. Орысша мудрый инвестор деп атайды. Мудрый деген дана инвесторлар ғой. Дана деген енді қазақша көп келе қоймайды. Дана деген оқымысты ғалымдарды айтады ғой. Сондықтан да ақылды инвесторлар деп айтуға болады. Бұл адамдар қалай істейді? Бұл адамдардың тапқан табысы шығынынан көп. Әрине бұл адамдар әртүрлі салаларда жұмыс істеуі мүмкін. Мысалы, жай ғана қарапайым мемлекеттік қызмет істеуі мүмкін. Мысалы, айына 100 мың теңге алатын, немесе айына 80 мың алатын мұғалім болуы мүмкін. Бірақ олар мынадай қағиданы берік ұстанады. Олар тапқан табысының бір бөлігін ай сайын инвестициялап отырады. Мысалы, жаңағы үлкен байлыққа жеткен адамдарда 10% деген түсінік бар. Яғни айтқанда тапқан табыстың 10%-ын кем дегенде ай сайын инвестициялап отыру керек. Мысалы, сіз 100 мың теңге табатын болсаңыз, оның 10 мың теңгесін ай сайын инвестициялап отырсаңыз, және ақшаңызды тек қана жаңағы депозитке ғана салып қоймай, немесе шұлыққа тығып үйіңізге тығып қоймай, түрлі инвестициялық портфельдер ашып, ақшаңыздың бір бөлігін теңгемен, бір бөлігін басқа валютамен сосын салып, содан кейін құнды қағаздар сатып алып, басқа да жаңағы инвестициялық құралдарға салып отырсаңыз, соны берік әдетке айналдырсаңыз, сіз жыл сайын өзіңіздің ақшаңыздың бір бөлігін сақтап қана қоймай, оны көбейтуге мүмкіндік аласыз. Сол сіздің жаңағы 10% тапқан табысыңыздың инвестициялап отыратын 10%-ы сіздің болашақ үлкен байлығыңыздың іргетасы болып саналады. Сондықтан да бұндай адамдар міндетті түрде, тіпті ол қанша жалақы алғанына қарамастан, мысалы, ол тіптен жай күзетші болып жұмыс істесін, 50 мың теңге алатын. Егер ол сол принципті сақтап, айына 10% өзінің тапқан табысының 10%-ын инвестициялап отыратын болса, 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін, 20 жылдан кейін міндетті түрде байлыққа қол жеткізетін болады. Ол адамның тапқан табысы, сол жаңағы инвестициялаған ақшасы ол адамға өте көп мөлшерде табыс түсіретін болады, және сол табыспен ол күн көріп қана қоймай, сол табыспен байлыққа қол жеткізіп, ешқандай жұмыс істеместен сол табыстың арқасында еркін өмір сүре алатын деңгейге жетеді. Өйткені ақшаның, дейді, Беньямин Франклин деген американың үлкен ғұламасының айтуынша, ақшаның көбейгішті қасиеті бар, дейді. Малдың да көбейгішті қасиеті бар. Мысалы, сен малды өріске жіберіп, еркін жіберіп қойсаңыз, анда-санда сыртынан қарап, ол төлдеп, көбейіп, сізге көп табыс түсіретін болады. Сол сияқты ақшаны егер сіз дұрыс құралға салып, инвестициялық портфельге салып, соны бақылап, басқарып отыратын болсаңыз, ол ақша ақырындап көбейіп өсе береді. Пайызбен өсе береді. Сөйтіп, күндердің күнінде ол далайып, өсіп, сізге мол табыс әкелетін, байлық әкелетін дәрежеге жететін болады. Сондықтан да бұл қағидатты ұстаған әрбір адам міндетті түрде байлыққа жетеді, дейді. Енді сіз өзіңіз қарап көріңіз, өзіңіздің жаңағы табысыңыз бен шығыныңыз қанша дәрежеде, және табысыңыз бен шығыныңызды бақылап басқарасыз ба, инвестиция жасайсыз ба, сіз осы айтылған 4 топтың қайсысына жатасыз, соны сіз бірінші анықтап алыңыз. Содан кейін ақылды инвестор тобына қосылуға ұмтылсаңыз, және сол ұмтылып қана қоймай, сол топқа қосылып нақты әрекеттер жасайтын болсаңыз, сіз міндетті түрде табысқа, байлыққа жететін боласыз. Бұны айтып отырған мен емес, бұны айтып отырған осы саладағы көп нәтижелерге жеткен Кийосаки, Уоррен Баффет сияқты инвесторлардың сөзі, инвесторлардың қағидасы.
ұстанып отырған қағидасы. Сондықтан да табысқа жетудің ең басты кілті инвестиция деп айтады. Менің видеоблогымнан сіз инвестициялау туралы және интернет арқылы ақша табу туралы басқа да пайдалы көптеген ақпараттар табуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан да менің видеоблогыма оқырман болып тіркеліңіз.